Ертеде бір әйел болыпты. Ол бала асырап алғысы келді. Бірақ оны қайдан алсын? Сөйтіп ол тәуіп кемпірге барып былай деді: мен бала асырап алғым келеді. Баланы қайдан тапсам екен? Сол да сөз бе? Деді тәуіп. Мә саған арпаның дәні. Бірақ бұл жай дән емес. Егетін де тауыққа шашатын да емес. Мұны гүл құмыраға егесің. Сосын көресің не боларын. Рахмет, деді де әйел тәуіпке 12 мәнет берді. Үйіне барып, әйел арпа дәнін гүл құмыраға егіп еді. Сол бойда бәйшешекке ұқсас үлкен әсем гүл өсіп шыға келді. Бірақ ол әлі шешек атпаған күйі бүрсіп тұрған еді. Қандай керемет бәйшешек, деді де әйел оның сары жолақты қызыл шешегін сүйіп алды. Гүл бүлк етті де шешек атты. Сөйтсе, бұл нағыз бәйшешек екен. Оның шұңғылында, жасыл орындықшада түймедей ғана қыз бала отыр. Ол сондай нәзік те кішкентай, бойы шынашақтан да кіші еді. Сол себепті оның есімі түйме болды. Оған бесікті жаңғақтың жылтыр қабығынан жасап, көгілдір майда гүл төсек болып, ал раушан гүлдің шешегі жамылғыға жарады. Қыз бала түнгісін бесікке бөленіп, ал күндіз ол үстел бетінде ойнады. Үстел үстінде әйел табақшаға су құйып қойды да, оның жиегіне гүлдесте сүйеді. Суға гүл сабақтары малынып, ал ыдыс жиегінде қызғалдақтың жалпақ шешегі қалқып жүрді. Бұл шешекті қайық етіп, түйме қыз табақшаның бір шетінен келесі шетіне өтіп жүрді. Ескек етіп ол аттың екі ақ қылын алды. Бұл бір тамаша көрініс еді. Түйме қыз ән шырқай алатын. Оның нәзікте әсем дауысын бұрын соңды ешкім естімеген. Бірде ол бесігінде жатса, терезенің сынығынан ішке былшырақ сиықсыз балпанақтай бақа ыршып кірді. Майдагүл жамылып жайбарақат бесікте жатқан. Түйме қыз бесігімен үстел үстінен бір-ақ шықты. Ұлыма қалыңдық табылды, деп бақа қызды жаңғақ бесігімен бірге алды да терезеден баққа бір-ақ ырғып шығып кетті. Бақты жағалап үлкен өзен ағып жататын. Жағасы қапаста жабысқақ балшық еді. Осындағы балдыр арасында бақа ұлымен тұратын. Ишай, бақаның баласы да шешесінен аумаған жеркенішті еді. Бақ-бақ, бақ-бақ деп бақылдауды ғана білетін ол жаңғақ бесіктегі титтей қызды көргенде де қаны сол болды. Тыныш, оянып кетсе бізден қашып кетер, деп ойбай салды кемпір бақа. Қыз аққудың мамығынан да жеңіл екен. Оны өзен ортасына жалпақ жапыраққа жайғастырайық. Бұл дегенің титтей қыз үшін аралмен бірдей. Ол бұдан қашып кете алмас. Біз ұямызды жинастырғанша. Онда екеуің талай өмір кешерсіңдер, ұлым. Өзенде су бетіне жапырағы жайылған көкорай шалғын өсетін. Ең үлкен жапырақ жағадан шалғай еді. Кемпір бақа қызды бесігімен өзеннің ортасындағы әлгі жапыраққа жайғастырды. Бейшара түйме ертеңгісін оянды да, қайда жатқанын білген қыз жылап жіберді. Айналасы қоршаған су, жағаға шығу мүмкін емес еді. Ал кәрі бақа болса, балдырдағы үйін әлеміштеп жатқан. Жас келінді жаңа отауға кіргізу қамы еді бұл. Ол сиықсыз ұлын ертіп жылап отырған түйме қыз жайғасқан жапыраққа келді. Кәрі бақа қыздың бесік керуетін қалыңдықтың болашақ жатын жайына әкету үшін келгенді. Кәрі бақа қыздан төмен су бетінде отырды да былай деді: мынау менің ұлым, сенің болашақ күйеуің. Екеуің әлі біздің балдыр ауылымызда жарасып-ақ кетесіңдер. Бақ-бақ, бақ-бақ деп бақылдады ұлы. Олар керуетшені үйлеріне алды да кетті. Ал қыз жасыл жапырақ үстінде жападан жалғыз қалып, өксіп-өксіп жылады. Ол жеркенішті кәрі бақа үйіне барғысы келмеді. Сиықсыз ұлына күйеуге шығуға тіпті қарсы еді. Су астындағы шабақтар кәрі бақаны ұлымен бірге көріп, оның әңгімесін де естіп қалды. Тіпті олар титтей қалыңдықты көру үшін су бетіне бастарын да шығарып қарады. Олар үшін түйме қыздың кәрі бақаның балдарына тұру сондай аянышты көрінді. Олай болуы мүмкін емес, десті олар.
Шабақтар жалпақ жапырақ тіреулі құрақ сабағының бойына айнала жиналды да оны тістерімен кеміре бастады. Сабақтан босаған жапырақ ағыспен алысқа аға жөнелді. Енді бақаға түймені қуып жету мүмкін болмады. Осылайша түйме қыз көгалды жағаны бойлап жапырақпен жүзе берді. Оны көрген кішкене құстар оған арнайы ән шырқап былайша тамсанды. «Қандай титтей әсем қыз!» Түйме мінген жапырақ ағыспен қалқып отырып, ақыры бақалар батпағынан ұзап кетті. Қызды айналшықтап бір әдемі көбелектер ұшып жүрді де оның жапырағына қона кетті. Түйме қыз оған сонша ұнап қалғанды. Қыз оған есі кете қуанды. Жексұрын бақа көрінбейді, айнала болса сондай көркем суреттейді. Су бетіне түскен күн бейнесі алтын түсті. Түйме қыз белдігін шешіп, бір шетін көбелекке орап, екінші шетін жапыраққа байлап еді, қайығы онан сайын жылдам жүзді. Таяу маңда қанқоңыз ұшып жүрген. Ол қызды көрді де белінен қапсыра құшақтап ағашқа қарай алды да ұша жөнелді. Ал жапыраққа байлаулы көбелек ағып кете барды. Қоңыздың құшағында кеткен қыздың есі шыға қорықты. Ол бәрінен бұрын жапыраққа байлаулы өзенде қалған көбелекті аяды. Ол бейшара одан босамаса босқа өледі ғой. Ал қанқоңыз оның бірінде сезер емес. Ол түймені алып барып ең үлкен жапыраққа қонып, қызды тәтті гүл сөйлемен тамақтандырды да, оған қанқоңызға ұқсамаса да керемет сұлулығын айтып мақтауға көшті. Көп ұзамай оларға әлгі ағашта тұратын өзге де еркек қанқоңыздар келе бастады. Олар қызды бастан аяқ көріп тамсанса, бойжеткендер қоңыздар да мұртшаларын жыбырлатып, «Мынаның аяғы екеу-ақ екен, қарауға аянышты ғой. Мынада мұртша жоқ қой, белі сондай нәзік екен, туқ, адам секілді ғой өзі, сондай көріксіз», деп шуласты қоңыз бикештер. Түйме қыз сондай сүйкімді болатын. Мұна кеткен қанқоңызға да басында ол ұнамаған. Ол қанқоңызды оның сиықсыз және жабыла жамандағанда, ол қызды одан әрі ұстағысы келмеді. Қайда барса онда барсын, өзінің сондай сиықсыздығын, қоңыздардың да өзін қалдырғысы келмейтінін айтып, қыз да жылай бастады. Ал шындығында ол сондай ару жаралаған жан еді. Нәзік раушанның шешегінде аяулы еді. Сөйтіп жалғыз қалған түйме орманда жаз бойы өмір сүрді. Ол өзіне керуетшек өріп алды. Оны үлкен жапырақ астына орналастырды. Оған жаңбыр суы тимес еді. Түйме қыз тәтті гүл тозаңымен қоректеніп, жапыраққа қонған таңғы шықты ішіп жүрді. Осылайша жазда күзде өтіп, қақарлы қыс келді. Шырқауық құстар жылы жаққа кетіп, шөппен гүл біткен қурады. Мұнымен бірге астында түйме қыз тұрған жалпақ жапырақта қурап, ширатылып қалды. Түйме қыз болса салқыннан өлердей тонатын болды. Оның көйлегі тозып, өзі суыққа төзбестей нәзік жан болатын. Қар жауды, оған тиген әрбір қар ұшқыны күрек толы қардай еді. Ол құрғақ жапырақ оранып көріп еді, жапырақ жылытпады. Суықтан қалшылдаған қыз жапыраққа дірілдеді. Қыз тұрған орман маңында егіні жиналған алқап болатын. Тоңды жерден қураған егін сабақтары сояудай шошайып тұрды. Түйме қыз үшін бұлар да ормандай көрінді. Бейшара қыз суықтан қалай құтыларын білмеді. Сөйтіп жүріп ол саршұнақтың ініне тап болды. Есігі құрғақ шөп шаламмен жабылған тесік екен. Саршұнақ жылы жұмсақта тұрып жатқанды. Барлық қамбасы астыққа толы, асқанасы мен қоймасы жинаған, қоректен жарлардай еді. Түйме қыз қайыршыдай қолын созып, бір уыс арпа сұрады. Ол 2 күн бойы нәр татпағанды. «Бейшара», деді ол саршұнақ. Ол негізінде қайырымды кемпір тышқан еді. «Кір де жылын, менімен бірге тамақтан». Қыз қарияға ұнап қалды да ол былай деді: «Сен менімен бірге қыстап шығуыңа болады. Тек менің бөлмелерімді жинап, маған ертегі айтсаң болғаны. Мен сондай ертекшілмін». Түйме де бұған келісе кетті. Саршұнақтың бұйрығын орындап жақсы тұрып жатты. «Бізге қонақ келеді», деді саршұнақ. «Менің көршім әдетте маған аптасына бір соғып кетеді. Ол менен де бай тұрады. Оның бөлмелері сондай кең, ал оның кигені керемет мақпал тон. Егер сен оған күйеуге шықсаң ғой, сен тамаша өмір кешер едің. Оның кемшілігі сол, көр соқырлығында.
бірақ оған қызықты ертек айтсаң болғаны. Бірақ қыз бұл әңгімеге көңіл бөлмеді. Ол саршұнақтың көршісіне күйеуге шыққысы келмеді. Ол көртышқан еді. Бірде ол шынында саршұнаққа қонаққа келді. Үстінде қара мақпал тоны, өзі бай да білімді көрінді. Саршұнақтың айтуынша, оның үй жайы бұдан да 20 есе кен. Бірақ көртышқан күн көзінде жайнаған гүлдерді де жаратпады. Ол тіпті өмірінде жарық дүниені көрмеген екен. Қызға ән шырқауға тура келді де, ол ұша бер қанқоңыз және көгал кезген тақуа деген 2 ән айтты. Көгал кезген тақуа әнін көртышқанның жақтырғаны сондай, ол түйме қызды ұнатып қалды. Бірақ ол тіс жарып ештеңе айта қоймады. Көртышқан көзінше маңғаз да кербес мырза болатын. Көп ұзамай көртышқан өз үйінен саршұнақтың қақпасына дейін ұзын да кен дәліз қазып шықты да, тышқан мен қызға емін-еркін серуенге жол ашты. Көртышқан көршілерінен дәлізде жатқан құс өлімтігінен қорықпауды ғана өтінді. Ол кәдімгі қауырсын мен тұмсығы бар құс екен. Жуырда өлсе керек. Көртышқан оны қыс түскенде дәліз қазылар маңға көмген екен. Көртышқан дәлізді жарық ету үшін ағаш шіріндісін алып шығып, кәдімгі майшамдай жарық қылып жүрді. Олар құс өлімтігіне жеткенде әлгі шіріндіні дәліз төбесіне түйреп тесіп еді, ішке жарық сау етті. Дәліздің қақ ортасында қарлығаштың өлігі жатты. Әдемі қанаттары денесіне жабысып, аяқтары мен басы қауырсынынан көрінбейді. Бейшара құс суыққа тоңып өлсе керек. Қыз оны қатты аяп кетті. Ол жаз бойы ән шырқайтын бұл құстарды жақсы көруші еді. Көртышқан алды да мықыр аяғымен құс өлігін түртіп қалып, олақ болсаң ысқырығыңнан не пайда? Бейшара болып тусаң ақырың осы. Жаратқанға шүкір, менің балаларым енді бұдан қорықпайды. Құс болып шырылдағаннан не бітуші еді? Қыста қатып өлесің де теңкейіп жатасың. Дұрыс айтасың көрші, бұның неткен ақыл еді, деді саршұнақ. Бос шырылдан не пайда? Ол қыста жылу мен қорек бола ма? Әрине болмайды. Түйме қыз үндей қоймады. Көршілер құс өлігіне теріс қарағанда өліктің жұмулы көзінен сүйіп алды. Мүмкін сен былтыр жаздағы шырқаған құс боларсың, деп ойлады қыз. Сонда сен маған қандай шаттық сыйладың? Әнші құс. Көртышқан тесікті бітеп, бикелерді шығарып салды. Қыз түнімен ұйықтай алмады. Ол төсегінен тұрды да құрғақ шөп шаламнан үлкен алаша тоқыды. Алашаға құс өлігін орады да саршұнақтың қалған құтқа мамығын алып жылы жатсын деп өлікке айнала жауып шықты. Қош бол, қадірлі құс, деді түйме. Қош бол, ағаштары жап-жасыл, күн шуақты жаз бойы маған шырқаған әндерің үшін саған рахмет. Сөйтті де ол құстың кеудесіне басын тигізіп еді, шошып кетті. Бірдеңе дүрсіл қақты. Құстың жүрегі болып шықты. Ол өлмеген екен, тек қана суық өтіп есінен танған. Бойына жылу тарағасын ес жия бастаған екен. Әдетте қарлығаштар күзде жылы жаққа кетеді. Егер кешігіп суыққа ұрынса, осылай сіресіп қалады да есінен танып құлап түседі. Сосын оны қар басып қалады. Қыз қорыққанынан қалтырап кетті. Қанша дегенмен қарлығаш түймемен салыстырғанда алып көрінді. Қыз қорқынышын басып, құс денесін қымтай түсті. Жүгіріп барып, өзі жамылып мыж-мыжы шыққан жапырақты әкеліп, құстың басына орады. Келесі түні де түйме жай басып қарлығашқа келді. Құс бейшараның жаны кіріп қалған екен. Дегенмен қызға көзін әлсірей ашып қарады. Оның қолында шірінді шам ғана болатын. Саған алғысым шексіз, қайырымды қыз, деді науқас қарлығаш. Менің бойым жылынды. Көп ұзамай мен сауығамын да көкке самғармын. Әзір күн суық, қар жауып тұр, деді қыз. Жылы жерде бола тұр, мен сені бағамын. Түйме гүл шешегіне құйып құсқа су әкелді. Құс қанып ішті де қызға тікенді бұтаққа қанатын қалай жарақаттап алып, басқа құстармен бірге жылы жаққа кете алмағанын, жерге қалай құлап түскенін айтып берді. Одан әрі ол не болған, мұнда қалай жеткенін білмеді. Қарлығаш қыстап шықты. Түйме оны бағып қақты. Бұл жөнінде саршұнақ та көртышқан да білмеді. Олардың құсты жаратпайтыны белгілі ғой. Көктем келіп күн шуағы айналаны қыздырғанда қарлығаш қызбен қоштасты. Түйме оған көртышқан тескен тесікті ашып берді. Күн шығуы тесіктен сау етті.
Қарлығаш қыздан бірге кетуге қалай қарайтынын сұрады. Құстың арқасына отырып алса, олар жап-жасыл орманға бірақ жетер еді. Бірақ түйме Саршұнақты тастап кеткісі келмеді. Тышқан әжей сонша қамығар еді. Жоқ, болмас, деді қыз Қарлығашқа. Ендеше қош бол, қайырымды түйме, деді де Қарлығаш ұшып жөнелді. Түйме оның соңынан көз жасы сорғалап қала берді. Ол бейшара құсқа бауыр басып қалғанды. Шыр деді Қарлығаш құс жасыл орманға сіңіп жоқ болды. Қызға көңілсіз күндер басталды. Оған тіпті күн көзіне шығуға да рұқсат болмады. Егін алқабының масақтары жайқалды. Бейшара титімдей қызға ол ну ормандай көрінді. Жазда саған жасау әзірлеу керек, деді Саршұнақ кемпір. Сөйтсе, мақпал тонды томсырайған көрші бұған құда түсіп қойған екен. Сенің жасауың барынша дәулетті болғаны мақұл. Көртышқан байға күйеуге шықсаң, ештеңе де тарықпайсың. Сөйтіп қыз күндіз бойы көріспейтіндей болды. Ал Саршұнақ кемпір төрт өрмекшіні жалдап күні-түні мата тоқытты. Күн сайын кешқұрым көртышқан Саршұнаққа келіп, жуырда жаз бітіп, күннің ыстығы басылатынын көпірумен болды. Бұған Саршұнақ кекіреуімен жүрді. Күзге қарай неке той болмақ. Қыз болса бұған қуана қоймады. Оған жалықтырғыш көртышқан ұнамады. Таң атарда және күн батарда түйме қыз тышқан інінен басын сыртқа шығарып қарап жүрді. Кейде жел тұрып масақтарды ырғағанда оны көк аспанға көзі түсіп қалатын. Қандай жарық, еркін өмір, қандай жақсы еді, деп ойлап, ол Қарлығашты еске алатын болды. Ол құсты көруге ынтықты, бірақ ол көріне қоймады. Шамасы ол алыстағы жасыл орманда болар. Күзге қарай түйменің барлық жасауы әзір болды. Бір айдан соң неке той, деді Саршұнақ кемпір. Түйме бұған жылап жіберді де, бұйығы көртышқанға тұрмысқа шыққысы келмейтінін айтты. Сандалма, деді Саршұнақ кемпір. Қиқарланба, қыршып аламын. Көрдің ғой менің өткір тістерімді. Сенің күйеуің керемет болады. Тіпті патша ханымның өзіне де оның үстіндегідей мақпал тон жоқ. Ал қоймасы қамбаға толы, мұндай күйеу табылғанына шүкір ет. Ақыры неке той болар күнде келді. Көртышқан қалыңдығына келді. Енді қызға көртышқанның жер астындағы інін отау етіп, күн көзін көрмей өмір сүру керек. Өйткені көртышқан күн сәулесін жек көрді. Ал бейшара түймеге жарықпен мәңгі қоштасу сондай ауыр еді. Саршұнақпен бірге ол анда-санда болса да жер бетіне шығып тұратын. Тағдырына көнген түйме қыз күн көзін соңғы рет көруге аттанды. Егін жиналып, қураған дән сабақтары ғана сорайып қалған қыз інінен алысырақ кетіп күнге қолын соза. Қош бол жарық күн, қош бол, деді. Сосын ол титімдей ғана қолымен жақында манда өсіп тұрған кішкене қызыл гүлді құшып былай деді. Менің атымнан сүйкімді Қарлығашқа иіліп сәлем ет, көрсең. Шыр, деді кенет төбесінен бір құс. Түйме қыз басын көтерсе Қарлығаш екен. Қарлығаш та қызды көре сала қуанып кетті. Қыз болса жылап жіберіп, өзінің жексұрын көртышқанға күйеуге шыққысы келмейтінін, күн сәулесі түспейтін жер астында өмір сүргісі келмейтінін айтып шағынды. Қыста келіп қалды, деді Қарлығаш. Мен болсам алысқа жылы өлкеге кетем. Менімен сол жаққа ұшқың келе ме? Сен менің арқама отырып, белбеумен мықты бекініп ал. Сосын біз жексұрын көртышқаннан көк теңіздің арғы жағына, күн сәулесі мол, әрі қашанда жаз орныққан, әрі гүлдері жайқалған жылы жаққа ұшып құтыламыз. Кеттік қайырымды түйме. Мен қыста суықтан өлердей болғанда құтқардың ғой сен. Жарайды, мен сенімен ұшайын, деді де түйме қыз құз арқасына жайғасты да, аяқтарын қос қанатқа тіреп, өзін белбеумен үлкен қауырсынға мықтап таңып тастады. Қарлығаш атылған жебедей сулады. Ну орманның да, көк теңіздің де, қар басқан биік таулардың да үстінен ұшты. Салқын жел тондырғасын түйме Қарлығаштың жылы мамығына оранып алды да, басын ғана шығарып айналаның әсем көрінісін қызықтап отырды. Ақыры жылы өлкеге де жетті. Мұнда күн сәулесі мол түсіп, аспан биігірек көрінді. Арықта жағалай жүзімнің жасылы да қарасы да самсап өсіп тұр. Бақтарда лимон, апельсин пісіп қалған. Жұпар да ашымақ иіс аңқып тұр.
Жол бойы балақандар ала-шұбар көбелектерді қуалап жүр. Қарлығаш болса одан әрі ұша берді. Барған сайын тамаша көрініс ұлғая түсті. Көгілдір әсем көлдің жағасындағы жасыл бұйра ағаштар ортасында ескі аппақ мәрмәр сарай тұр. Жүзімнің шағыры оның биік бағаналарын жағалап өрмелей өсіпті. Ал шатыр астында қарлығаш ұялары соғылыпты. Солардың бірінде түймені әкелген қарлығаш та тұратын. «Міне, менің үйім», деді қарлығаш. «Ал енді сен төмендегі бір әдемі гүлді таңда. Мен соған сені түсірем. Сен енді керемет өмір кешетін боласың. Мен сондай қуаныштымын», деп айқай салды титімдей қыз.